Қариға сүресі. Рахман. Әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Әл-Қариға. Құлақты жаратын, һәм жүректі ұшыратын қатты әрі ащы дауыс. Әл-Қариғаның не екенін білесің бе? Алла білдірмесе, Әл-Қариғаның не екенін қайдан білесің? Ол күні адамдар жан-жаққа шашылған пәруанадай болады. Таулар болса, түрлі түсті түтілген жүндей болады. Сонда кімнің таразысы сауап жағына ауыр басса, ол өзі дән риза болатын өмірге қадам басады. Ал кімнің таразысы иман және сауапты істерден жұрдай болып жеңіл тартса, оның паналайтын жері хауия, жаһаннамның түпсіз шұқыры болмақ. Оның, яғни сол бір түпсіз шұңқырдың не екенін білесің бе? Лаулаған қызуы күшті от.